Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен Жетісу телеарнасында бүгінгідін бағдарламасы мен жүргізуші Тимур Нүсіпхан. Жер жүзіне қарасам, неше түрлі халық бар, дін иманын санасам, мыңнан артық анық бар деп Шәкәрім Құдайбердіұлы жырлағандай, бүгінде басқа діндерді санамағанда, ислам дінінің өзінде түрлі ағымдар мен жамағаттар Аллаға апарар жол осау деп тапқан әр түрлі жолдар баршылық. Енді тәуелсіздік алған жылдардан кейін елімізде кеңестік кезінде бастан өткізген оқиғалар бәрімізге аян. Түрлі зобалан елімізде орын алды. Енді әркім осы елге, жерге руханияттықтың ақ туын қайта тігу мақсатында ілім алу үшін шет елдерге сапарға барды. Араб елдеріне барды, Түркияға барды, Пәкістан, Үндістан да солардың ішінде. Енді бұл жерлерде ақиқат деп олар барғаннан кейін саф, таза санамен барып, барлығын дұрыс деп бұрысын ажырата алмай, қандай ілім барса үйреніп елімізге әкелді. Еліміздегі түрлі сенім, өзгеше мына деструктивті топтардың да орын алуы, сырттан бір арнайы сондай бір топтар келу емес, біздің өзіміздің білім ізденуші шәкірттердің сол тәуелсіздіктен кейін ілім алу мақсатында шетелге барып, үйреніп келуінің салдарынан болды. Атын атып, түсін түстемей қойып, кейбір уағызшы сол кездегі көсемдер де сол жақтарда ілім алып келгендер. Енді қазіргі кезде Құдайға шүкір, 30 жылдың ішінде міне өзіміз сіздермен сұхбат алайық деп отырған Нұр Мүбарак университетінің өзі озық мына дін ілімдері саласында мамандар дайындауда, өздеріңізде қанша шәкірт дайындауда үлес қосудасыздар. Енді осы кейбір түйткілікті тақырыптарды тереңінен ашу мақсатында осы университеттің жобасы негізінде бір сапарға барып келген екенсіздер. Енді бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыптары да, құрметті көрермендер, осы деструктивті өзгеше түсінікте болған қазіргі қоғам арасында жиі талқыланып жүрген мына Үндістан, Пәкістаннан шыққан діни ағымдар, сол жақтағы білім беру жүйесі, диабанттық, талибанттық, таблиғи жамағат деп жатамыз. Міне осыны қысқаша осы бағдарлама аясында талқылайтын боламыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтарымен таныстырып өтейін. Нұр Мүбарак университетінің оқытушылары, әрі PhD докторлары Асқар Әкімханов ұстаз бен Бурханеттин Абдул-Хаким ұстаз. Қош келдіңіздер. Асқар мырза, бірінші сұрақты өзіңізге қоя өтсек, енді осы 3 ай бұрын Пәкістан және Үндістанға сапарлатып қайттыңыздар. Бұл елдерге не мақсатпен бардыңыздар? Әуелі соған тоқталып өтсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз мына университетіміздің жалпы мына Диабант мектебінің тарихына, жалпы діни концепциясына қатысты ғылыми жоба бастатылған болатын. Шамамен 1 жылдық ғылыми жоба. Сол ғылыми жоба аясында Алланың қалауымен осы жаздың басында, алғашқы айында, 6 айдың басында Пәкістанға және Үндістанға сапарлатып барып қайттық. Енді бұл жерде қандай да бір мектепті, діни медресені, діни мәзһабты жалпы зерттеген кезде, оған тек қана мына интернет арқылы немесе кейбір кітаптар арқылы ғана, бір мақалалар арқылы ғана баға беруден гөрі, өзіміз барып, өз көзімізбен көріп, жалпы медреселері қандай, ұстаздары қандай, шейхтары қандай, олардың білім беру жүйесі қандай, шәкірттері қандай дегендей, жалпы ол жақтағы діни ахуал қандай деген сұрақтарға өзіміз өз көзімізбен көріп, жауап табайық деп, сондай мақсатта барып қайттық. Негізгі енді сапарымыздың жалпы негізгі мақсаттары орындалды деп ойлаймыз. Алға қойған, сапарға шығар кезде алға қойған мақсаттарымыз. Енді сол сапардан кейін әлі де сол жобаны жалғастырудамыз. Алла қаласа жылдың соңында бір тұжырымдап, ғылыми негіздерді алға тарта отырып, сол мақалалар түрінде, монография түрінде бір нәтиже шығарамыз ба деген, Алла қаласа сондай жоспарымыз бар.
Енді Үндістан және Пакистандағы біраз білім ошақтарын араладыңыздар барған кезде Бұрхан ұстаз. Бұл жақтағы діни білім жүйесі жайлы қысқаша айта кетсеңіз, елімізде білім жүйесі үшін алатын дүниелер бар ма? Жалпы қандай білім беру жүйесі осы жайлы қысқаша? Асқар ұстаз айтып өткенде біз сол 6 айдың бастапқы күндерінде біз болдық. 3 күн, 4 күн, 4 күн Пәкістанда болдық, тағы 3-4 күнде Үндістанда болдық. Біздің бұл жердегі мақсатымыз әрине Деобанд мектебінің жалпы тұрмыс тіршілігімен танысу, білім жүйесін көру болды, зерттеу болды. Осы мақсатта біз әрине бардық. Әсіресе бұл жерде бізге Пәкістан жағынан көбірек мәлімет, тәжірибе жинады деп айтуға болады. Пәкістанның Карачи қаласына бардық. Ол жерде біз бірнеше университетті араладық. Жамиаты Бин Нурия университетін, сонымен қатар Жамиаты Дар Улум Карачи деген өте үлкен университет. Осы университеттерге бардық. Ең бірінші біз Жамиаты Бин Нурия деген, яғни Бин Нурия деген университетті араладық. Шәкірттермен сөйлестік, ұстаздармен сұхбат еттік, оқу бағдарламаларымен танысып шықтық. Бұл жерде ерекшеліктер неде? Бұл медреселер. Медресе деп айтып отырған себебім, бұлар әлі толыққанды университет болып үлгермеген, бірақ медреседе деңгейден өсіп кеткен, соның ортасындағы бір оқу орталықтары деп айтуға болады. Бірақ үлкен, өте үлкен университеттер. Барлығы жаңа бір киім киіп, сақалдары бар, өзінің консервативті медреселер. Тақия кию керек, жаңа өздерінің дәстүрлі киімдерін киеді, ұзын, арабтар желбәп дейді ғой. Соны киеді, сабақтар түгелімен арабша өтіледі. Әсіресе бірінші барған университет, Бин Нурия университетінде, ол жерде сабақ көбінесе шетелден келген студенттер оқиды екен. Шетелден келген студенттер оқиды, сондықтан тек арабша өтіледі сабақтар. Ұстаздар да арабшасы өте жетік білген. Танысып шықтық. Біздің Қазақстандан да студенттер бар екен. Қателеспесем, бір 10 шақты студенттер болды. Олармен де сұхбат еттік. Бізге жалпы сол Карачи қаласын аралауға, университеттер көруге де көмектесті, жәрдемші болды. Сонымен қатар Дарул Улум деген Карачи, енді бұл шындығын айтқанда ислам әлемінде Карачиде жалпы Пәкістандағы ең үлкен университет деп айтуға болады. Ол жерде біз сол университеттің ректоры, немесе вице-ректоры Шейх Тақиеддин Усмани мырзамен жолықтық. Ол кісімен сөйлестік, сұхбат еттік. Ол кісі Қазақстанға келген, діндер съезі бар, сол бірнеше рет қатысқан кісі. Оқу бағдарламасын сұрадық. Жалпы айтқанда бізде ешқандай бізге кедергі болған жоқ. Керісінше бізге көмектесіп бақты, көрсетті, оқу бөлмелерін көрсетті. Студенттермен сөйлестік. Ашық болды, ешқандай ол жерде біз жабық бір нәрсе көрген жоқ. Сол жағынан жақсы болды деп айтуға болады. Асқар ұстаз, енді бұл Деобандтық мектеп, Бұрхан ұстаз айтпақшы, бізден де елімізден де оқып жатқан қазақ шәкірттер де бар екен. Енді көбісі шетелдік студенттер деп айттыңыз. Енді арнайы бір бәлкім шетелдік студенттерге бір жағдай жасалған ба? Және де бұл мектептің осы елімізде қаншалықты тараған, және де сіздер жүргізіп жатқан осы Деобанд саласы бойынша елімізде қандай зерттеулер жасалған? Енді зерттеу барысында, өзіңіз айтқандай, бірінші кезекте өзімізде жазылған мақала, кітап, интернет кеңістігін, одан кейін соның негізгі қайнарынан алу мақсатында бардыңыздар ғой. Осы жайлы не айтар едіңіз? Енді біз жаңа алғаш сапарымыз Пәкістанға болған еді. Сол негізгі Деобанд жалпы мектебі деп алатын болсақ, әлемде кең тараған мектептердің, діни мектептердің бірі ғой. Оның енді негізгі бесігі Үндістан болғанымен, бүгінгі таңда ол Пәкістанға кең тараған. Пәкістан еліндегі жалпы діни білім беретін медреселер, университеттер осы Деобанд жалпы жүйесіне негізделген. Сондай-ақ одан ары Бангладеш бар, Үнді субконтинентіндегі, Кашмир бар, және одан ары Малайзияға дейін, Индонезияға дейін, былай қарай оңтүстік Африка, тіпті Европадағы Британияға дейін тарап кеткен екен бұл мектеп. Біз енді ең кең тараған сол Пәкістан еліне барғанда, өзіңіз айтқандай, Бұрхан ұстазымыз айтып кетті, өзіміздің Қазақстаннан
оқуға барған, білім алуға барған бірқатар студенттермен таныстық. Енді Мысырмен немесе басқа да араб елдерімен салыстырғанда ондай бір көп емес біздің елден барған студенттердің саны. Бір ары кетсе бір 10 шақты студентпен жолықтық. Қазағы бар, ұйғыры бар, дүнгені бар арасында. Қазақстан азаматтары барлығы. Яғни дені олардың сол жаңағы Жамия бин Нурия дейтін шетелдік студенттерге арналған. Оның енді жергілікті студенттерге арналған да бөлімі бар екен. Ол жақта негізінен урду тілінде оқытылады екен. Ал енді шетелдік студенттер негізінен араб тілінде оқиды екен, тәлім алады екен. Жалпы алғанда бұлар жалпы мына Диабант медреселерінің жүйесін қысқаша айта кететін болсақ, бұлар балабақшадан бастайды тәлім беру. Діни тәлім тәрбие беруді балабақшадан бастайды екен. Балабақшада арнайы курс бар. Бірақ ол жерде бір ауыр сондай бір діни пәндер өтілмейді. Жеңіл-желпі. Әліппесі, діннің әліппесін өтеді. Одан кейін тіл үйретеді, урду тілі, араб тілі дегендей. Одан ары қарай 5 жылдық бастауыш мектеп жалғасады екен. 1 жыл балабақшадан кейін. 5 жылдық бастауыш мектебі бар. Ол жерде де сол негізінен діннің әліппесі, діннің негіздері қарапайым. Сондай-ақ тіл, араб тілінің ережелері, урду тілінің ережелері деген сияқты сондай жеңіл-желпі математикасында тағы да басқа жаратылыстануға қатысты, әлеуметтануға қатысты пәндер бар. Одан кейін 4 жыл орта мектеп жалғасады одан ары қарай. Колледж дейміз ба? Біздің тілмен айтқанда, жаңағы бастауыш 5 жылдан кейін 4 жыл орта мектеп немесе медресе деп айтады оларда. 4 жылдан кейін университет кезеңі басталады екен, тағы да 4 жыл университет оқиды. Сонда жаңағы балабақша мен бастауыш кезеңді есепке алмаған кезде 4 қосу 4, 8 жыл жалпы медресе 4 жыл, университет 4 жыл, сонда жалпы 8 жыл таза діни жаңағы тәлім алатын жалпы жылдар екен. Осының ең соңғы 8-ші жылы дәуратул хадис деп айтады. Тек қана хадис жинақтарын оқып шығады түгелдей. Имам Бухари, Имам Муслимнің жинағынан бастап сунандар, муснаттар түгел ең негізгі мына ислам әлеміндегі хадис ілімі тарихындағы ең негізгі умда дейді ғой, күтүбүл умда, негізгі іргелі еңбектерді толыққанды оқып шығады екен 1 жылдың ішінде қайталап. Одан кейін мархалату тахассус деп айтады. Университет біткеннен кейін 8 жылдан кейін жаңағы 1 жылдық немесе 2 жылдық мамандыққа байланысты. Енді біздің тілмен айтқанда магистратура дейміз. Жалпы бір белгілі бір бағытта, бір белгілі бір ғылым саласына мамандану. Мысалға фиқх және пәтуа беру мамандығы бар. Сондай хадис ілімі деген мамандық бар. Құран ілімдері деген мамандық бар. Тәпсір ілімі деген мамандық бар. Сол бойынша маманданып 1 жыл немесе 2 жыл оқиды екен. Сөйтіп сол тахассус жаңағы ең соңғы магистратура кезеңін тәмамдағаннан кейін ары қарай ұстаз болып, сол Диабант медреселерінде ұстаз болып тағайындалады екен. Соны бітірген шәкірттер. Немесе пәтуа беру бөлімдері бар, сол жаққа барып тағайындалады дегендей. Ал енді жалпы мына біздің елде Диабант мектебіне қатысты зерттеулерге келетін болсақ, біздің елдегі біз мына жобаны әу баста бастаған кезде алдымен мына кітаптарды іздей бастадық. Өзіміздің қазақ тілінде, немесе орыс тілінде, басқа да тілдерде қандай деректер бар екен деп, бірақ көп анау айтқандай бір көп дерек таба алмадық. Бір байқағанымыз, Диабант мектебін зерттегендер, яғни мына түріктерден, арабтардан гөрі ағылшын тілді батыс елдерінде көптеген зерттеулер болған екен, яғни ғылыми мақалалар жарияланған көптеген, көбінесе батыстықтар зерттеген екен. Өйткені мына жаңа айтқанымызда Европада да бұлардың кәдімгідей Британияның өзінде бір 600-ге жуық медреселерінің бар екендігі белгілі. Өйткені жаңағы Пәкістаннан, Үндістаннан көшкен сол жергілікті Британияның азаматы болып кеткен көп қой жаңағы пәкістандықтар, үндістер. Солар енді барған кезде өздері сол діни дәстүрі негізінде сол медреселерді қалыптастырған екен. Бәлкім соларды зерттеу бағытында, немесе Үндістанның жалпы отарында болған ел ғой енді. Ағылшындардың отарында болған ел ғой Үндістан, жалпы бүкіл Пәкістан бәрін алған кезде. Бәлкім сол тұрғыдан ба, бірақ негізгі зерттеулер сол ағылшынша болды. Бірақ кейін араб тілінде де бірқатар зерттеулер таптық, еңбектер таптық, осы Диабант мектебіне қатысты.
бірақ олар негізінен мына сәләфи бағытының ғалымдарының зерттеулері екен. Яғни диабантты жалпы таныту немесе оларды белгілі деңгейде сынау мақсатында жазылған еңбектер болды. Ал енді сол Пәкістанға, Үндістанға барып, сол диабант медреселеріне өзіміз зиярат жасап, ұстаздарымен танысып, біліскеннен кейін, біз сол жерден, солардың өзінен, былай айтқан кезде, диабант мектебін танытатын, оның білім беру жүйесін танытатын, оның ақидаға қатысты, фиққа қатысты, хадис ілімдеріне қатысты, тасауфқа, сопылыққа қатысты, жалпы бүкіл көзқарастарын қамтитын еңбектерді тауып, соларға қол жеткізіп, Аллаға шүкір, алып келіп, енді соларды зерттеудеміз қазір. Енді кез келген ұлттың менталитеттік ерекшелігі болады. Ұлттық код деп жатамыз. Енді сіздердің ойларыңызша бұл мектептердің жүйесі қазақ халқының менталитетіне сәйкес па? Әрбір ұлттың өзінің жаңағыдай ұлттық жасы айтып отырғандай коды болады, өзінің жаңағыдай дәстүрі болады, үйреніп қалған өмір сүру салты болады. Бір елдікі бір елге жаңағыдай үйлеспеу лайық болмауы мүмкін да. Сондықтан бұл жерде олардікі бізге жаңағыдай 100% сай келеді деп айта алмас едім. Себебі неге? Ол жерде діни жағдайдың өзі біраз басқаша Қазақстан қарағанда. Мысалға дейтін болсақ, Үндістандағы мұсылмандар мен Қазақстандағы мұсылмандарды алатын болсақ, Қазақстан ислам жалпы мұсылман басым көпшілігі халқының мұсылман бір мемлекет, жалпы тарихтан исламды қабылдаған ел, дәстүрі мен діні біте қайнасқан ел. Ал Үндістанды қарайтын болсақ, ол тарихи тұрғыдан да көбінесе индуистік бағыт ұстанған ел болып табылады. Қазіргі кезде де солай, біз барған кезде де көбінесе жаңағыдай өздерінің құдай Шива, жаңағыдай Кришна деген сияқты нелер тұрады мүсіндері. Осы жағынан айтқан кезде ол жердегі мұсылмандар орысша айтқанда выживать дейді ғой, жаңағыдай тіршілікте қалу үшін көп жаңағыдай құлшыныс көрсетеді, еңбек етеді деп айтуға болады. Неге? Себебі егер олар жаңағыдай сақал қойып, мұсылмандар, Үндістанда мұсылмандар біз қараған кезде барлығы жаңа консерватив киінеді. Мұсылмансың ба сен міндетті түрде жаңағыдай, міндетті түрде болғанда жалпы солай қалыптасқан. Ұзын жilbab киесің, сақал қоясың, сақия киесің. Жаңағыдай мұсылмандармен көбінесе араласады, өзінің аймақтары бар тұратын, индустер өздерінің жақтарында тұрады. Араларында олардың қақтығыстар болып тұрады, өкінішке орай. Бір-бірін жақтырмайды, себебі сондай бір тарихи араларында кикілжің бар, діни. Осы бағытта олар сол мына Үндістанның өз халқы 1,5 миллиардқа жақындап қалды өзі халқы. Оның көпшілігі индуистік бағытта деп айттық. Осылар индуизм дініне жаңағыдай жұтылып кетпеу үшін, басқа өздері жаңағыдай діни идентификацияларын сақтау үшін олар солай болуға мәжбүр. Сақал қойып, тақия қойып, жаңағыдай консервативті болуға мәжбүр сол жерде. Бірақ біздің Қазақстанда дәл солай қылып жаңағыдай тақия киіп, сақал қойып, діни консерватизм дамытуға бұл жерде қажеттілік жоқ деп айтуға болады. Себебі бұл жерде жаңағыдай ешкім жұтып қойын деп тұрған біздің қарсымызда басқа бір діни бір қауіп бар деп айта алмас едім. Осы жағынан осындай бір салыстырма келтіруге болады. Ал білім жағынан келетін болсақ, университеттегі жалпы білім беру жүйесіне келетін болсақ, бұл жағында да бұл консерватизм өтіп кетті деп айтуға болады. Олардың жүйесі біраз қадими деп айтамыз ғой, Хорасан системасына, жүйесіне ескішіл неге жақын келеді. Мысалға, Асқар ұстаз айтып отырған тахассус, одан кейін бітіру, біздің түсініктегі жаңағыдай бакалавр, магистратура, докторантура деген қатты ол жерде қалыптасып үлгермеген сияқты. Ал біздің Қазақстандағы білім беру жүйесі, оның ішінде діни білім беру жүйесі көбінесе халықаралық стандарттарға сай келеді. Сондықтан осындай бір не бар жалпы білім беру жүйесінде айырмашылық бар. Біраз университеттің араладыңыздар, оқу ошақтарын көрдіңіздер, білім алып жатқан қазақ студенттер де бар дедіңіз. Енді бұл заманда біреу тежеп тұрмайды. Әркім қайда ілім алғысы келеді, қай жаққа барғысы келеді, өз еркіндігінде ғой. Енді жалпы қазақ студенттерге, жастарға білім алушы, ниет етуші не айтар едіңіздер, қандай кеңес айтар едіңіздер, не нәрсесін алып, қай нәрсесін үйреніп, жиренетін жерлері де бар ғой, өзіндік ұстанымдары бар. Осы тұста қандай кеңес айтар едіңіздер? Ілім алушы жастарға мысалы, енді салыстырмалы түрде қарап, енді біздегі білім жүйесі мен ол жақтағы ілім жүйесі, бәлкім қазіргі кезде уақытын зая етпей, ол жаққа барудың да қажеті жоқ шығар. Енді тікелей барып,
көріп келген маман ретінде кеңестеріңіз? Енді бізде жастар мына дін оқып жүрген, әсіресе дінге қызығатын, діни жоғары білім алғысы келетін, терең білім алғысы келетін жастар мына араб елдеріне баруға, немесе сол Пәкістанға, Үндістанға барып білім алуға талпынады. Неге? Өйткені ол жақтарда мына жаңағы айтқанымызда консервативті дейміз ғой, дәстүрлі, сол баяғы заманнан қалыптасқан діни білім беру жүйесі бар. Яғни көне мәтіндерді оқытады, көне шарықтарды оқытады. Мысалға, Диабант мектебінің бір ерекшелігі, неге жастар діни білім алу үшін сол жаққа баруды қалайды? Қызығады. Өйткені Диабант мектебінің шейхтары дейміз ғой, мына ұстаздары, олардың сондай бір дәстүр қалыптасқан орында, білім беру системасында, жүйесінде. Мысалға, хадистен, мысалға Бухариден білім сабақ өтетін, дәріс оқитын ұстаздың міндетті түрде сол Бухариден сәнәді болу керек екен. Имам Бухариге барып тірелетін. Ол өзінің ұстазынан алу керек ол сәнәтті. Ол ұстазы өзінің ұстазынан алу керек деген сияқты, сол силсилә дейміз ғой, тізбекпен фихтан сабақ беретін ұстаздың да сол беретін кітабы бойынша тізбегі болу керек. Сонда ғана ол сол дәрісті өте алады деген бір жүйе бар қалыптасқан. Осындай бір жүйемен білім беретіндіктен ол жақта жастар көбінесе сол жаққа ұмтылады. Ал енді жаңағы біз қандай насихат айта аламыз деген мәселе бар. Ол жақта оқып жатқан қазақстандық студенттермен де жолықтық, бірге дастархандас болдық, дәмдес болдық. Оқитын жаңағы университеттерін, медреселерін аралап көрдік. Сонда оларға да енді өзіміздің ағалық ақылымызды, кеңесімізді айттық арасында. Оларға айтқанымыз енді діни ахуал тұрғысынан, жалпы діни дәстүр тұрғысынан, мысалға біздің елде қалыптасқан діни дәстүр, тарихтан сонау келе жатқан, сондай-ақ дәл қазіргі діни жағдай, немесе Пәкістан, Үндістандағы діни дәстүр мен діни жағдай, ол бірдей деп айта алмаймыз дедік. Ол жақтағы жаңағы Диабант мектебінің діни жалпы дәстүрі, бұл енді сол үнді субконтинентінің, сол үнді халқының, Пәкістан халқының менталитетіне сай қалыптасқан негізінен, былай алып қарағанда. Олар да ханафи мазхабын біз сияқты, толыққанды жаңағы фиқх бойынша ханафи мазхабы негізінде білім береді, бірақ дегенмен олардың өзіндік бір діни дәстүрі бар, қалыптасқан, ғасырлар бойы қалыптасқан. Мысалы, Диабант мектебінің кейбір ұстанымдары бойынша, біз өзіміздің елде де кейбір жастардан сондайды естіп жүреміз. Қазақтың ұлттық жаңағы дәстүрлері бар ғой, мысалға Наурыз мейрамы деген сияқты, соны харам санайды. Немесе жаңағы ұлттық аспаптарымыз бар, жаңағы домбырасында, музыканы харам санайды, домбыраны болмайды дейді, тартуға, ұстауға. Тағы сондай жаңағы өзіндік жаңағы киім киіп жүру керек дейді. Пәкістандардың немесе үндістандық үлгіде киім кию керек деген сияқты ұстанымдарды бір қатты ұстанатын жастар болады. Біз ол жақтағы білім алып жатқан өзіміздің бауырларымызға осы мәселелерді ескерттік. Яғни ол жақтағы діни дәстүрді, яғни білімін алыңдар, дұрыс кітаптарын оқыңдар. Өйткені ханафи мазхабы негізінде олар білім береді. Бірақ солардың дәл жаңағы діни дәстүрін, діни менталитетін айтқанда бізге алып келудің қажеті жоқ. Біздегі діни дәстүрмен, діни ахуалмен санасу керек, жаңағы соны ескеру керек деп айттық. Осы тұрғыдан алғанда енді өзіміздің мына елде қазір Нұр Мүбарак университеті бар, діни білім беретін, сондай-ақ муфтият тарапынан да қазір қолға алынып ашылып жатқан діни ғылымдарды, исламтанулық ғылымдар тереңдетіп оқытатын оқу орны да ашылып жатыр, ақырындап сол мәтіндер негізінде білім беретін. Өзіміздің елде де демек, яғни бірте-бірте осындай бір жүйе діни білім беретін, тіпті дәстүрлі діни білім беретін жүйенің өзі ақырын-ақырын қалыптасып келе жатыр. Сондықтан енді 1-2 жылда Алла қаласа ол бір жүйеге келетін болса, өзіміздің елде де дәл сондай білім алуға болады деп ойлаймыз. Қадірлі ағайын, әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа демекші. Міне біз Үндістан, Пәкістан сапарынан көптеген дүниелермен таныстық. Еліміз үшін пайдалы дүниелерді өзімізге үйреніп, пайдасызынан жиреніп, ұстаздарымыз да жастар үшін, шәкірттер үшін кеңестерімен бөлісті. Дініміз
бірлікке насихаттайды. Бүліктен сақ болайық, әрқашан бірлікте, тыныштықта, тұрақтылықта, жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыздар.